12 жасқа толған балаларға арналған. Ел болашағы зейінін ашар зерделі ұрпақ қолында. Эфирде өңірдегі білім саласы бойынша бар ақпараттар ататын зерделі оймен тұшымды пікір тоғысқан зерде бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Айжан Ерланқызы. Армысыз құрметті көрермен, бүгінгі бағдарлама тақырыбын ұлағатты ұстаздың дара жолына арнаймыз. Студиямызға жайғасқан қонағымызбен таныс болыңыздар. Шугурова Күнсұлу Оңғалиқызы Құсайынова атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей-интернаттың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, тамаша. Ең әуелі енді сұхбатты осы бір мамандықтың төресі саналатын ұстаздық жолға келуіңізге не түрткі болды? Осы сауалдан бастасақ. Әрине, бұл сұраққа жауап беру үшін неше жылдар кейін шегінуге тура келеді. Себебі менің ұстаздық еңбек жолым қазір қыркүйектің 1-інде 32 жыл толғалы тұр. Сондықтан 32 жыл ол былай қарағанда аз дүние емес. Бір қуанарлық жағдай, көңілге тұшымды қуаныш сыйлайтын дүние менің еңбек жолымның, яғни ұстаздық тастанымның тәуелсіздікпен тұспа-тұс келуі. Өзім Маңғыстау облысы, Маңғыстау деп жатамыз ғой. Мінекей сол киелі мекеннің бұрынғы Ералиев ауданы, қазіргі Қарағи ауданында дүниеге келдім. Сол жерде әдеттегідей кеңестік дәуірдегі балалар сияқты балалық шағым өтті. Өзім оқыған, теміржолшылардың балалары оқыған, малшылардың балалары оқыған, кейін аралас мектеп болған нөмір 5-ші орта мектебінде 10 жылдықты тәмамдадым. Кейін Атырау Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің филология факультетіне қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша тамамдап шықтым. Еңбек жолым осы өзім оқыған 10 жылдым тәмамдаған мектебімнен басталды. Ол маған бұрынғы ұстаздарыммен қатар еңбек ете отырып, тағы да бір жауапкершілікті екі есе жүктегендей болды. Шындығында мұғалімдік мамандық, кәсіби маман болу үшін, ұстаз деген атқа лайық болу үшін, ол күнде дайындықты қажет ететін ең қастерлі, ең қасиетті мамандық деп есептеймін. Осы жолда әрине алдыңа келген әрбір ата-ананың аманаттап тапсырған баласының тағдырына қолтаңба салатын болғандықтан ұзақ еңбек етуді талап ететін зор мамандық қой. Сондықтан 32 жыл бойында мен мысалы X ұрпақ, Y ұрпақ, Z ұрпақ, альфа ұрпақ деп жатамыз ғой. Әрбір 15 жыл сайын ұрпақ алмасып отырады. Мінекей осы 32 жылдың ішінде мен осы ұрпақ өкілдерінің барлығына дерлікте сабақ беріп, тәрбиелеп, шама-шарқымша өз еңбегімді арнаған екенмін. Мен өзімді соған бақытты санаймын. Бүгінгі таңда осы Ақтөбе өңірінде атақты ауыз толтырып айтуға болатын дарынды балаларды дайындайтын, жаңа өзіңіз айтып өткен лицей-интернатта еңбек етіп жатырмын. 2012 жылдан бері қарай, енді ойлап қарап отырсам, оған да біраз жыл болып қалыпты. Енді ұстаз мектептің жүрегі дейміз, мектепте ата-ананың, ұстаздың, оқушының арасындағы осы бір үштік одақтың арасындағы балансты сақтай білуде де ұстаздың жаңағы рөлі орасан зор. Осы тұста ұстаз ата-анамен, оқушымен жұмыс жасағанда қандай болу керек? Ұстаздың бойында қандай қабілеттер болу керек? Әрине, ол өте оңай шаруа емес. Себебі біздің күнбе-күн жұмыс жасайтынымыз адам. Адаммен жұмыс жасаған жерде ол баланың, ата-ананың тағдыры, отбасылық жағдайы, сол күнгі көңіл күйі барлығы дерлік таразыға түседі. Ал бұл ұстазға, мектеп мұғаліміне екі есе жауапкершілік жүктейді. Сондықтан да менің ең бірінші қағидам алдыма аманаттап келген баланың өміріне
қандай да болмасын, сәл де болса, сәуле түскендей бір себебім болса деп ойлаймын. Құр ғана 45 минут өткізіп, сабақ беріп өту емес, ең бастысы Әл-Фараби айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Ендеше менің пәнімнің өзі де сол адами құндылықтарға негізделген пән біріншіден. Екіншіден, жалпы өмірдегі қағидам, өмірдегі отбасынан алған тәрбием болсын, жүрген ортам, өмір мектебінен алған тәлім тәрбием болсын, маған екі есе жауапкершілік жүктеді. Себебі адам алдыңа келіп отырған бала бір әлем. Ал ол әлемге сен қалай қолтаңба саласың, ол сенің қақыңдағы нәрсе емес. Ол барлығымен санасуға тура келетін, ата-ананың да, баланың да, мектептің де, әріптестің де абыройын ойлап, тең көлемде жұмыс жасауға итермелейтін, жетелейтін өте жауапты қадам. Сондықтан мен алдымдағы баланы бір әлем деп қараймын. Мүмкіндігінше отырған 24 бала болатын болса, сол 24 баланың әрқайсысының қандай бір қабілеті бар. Мен бүгінгі сабақта ол бала үшін қандай бір жаңалық аша алам деген жауапкершілікпен келемін. Мәселен, әрбір қыркүйек басталған сайын, мінекей 32 жылдан кетіп бара жатыр екен еңбек өтілім. Десек те, мен әрбір қыркүйек сайын жаңа мұғалім болып келгендей, өзімді солай әбден дайындап әкелемін. Солай ғана ілтипат жасауға тырысып бағам. Әрине, бұл бағытта үнемі сәтті бола бермейтін тұстар болады. Десек те, ойлап қарап отырсам, 32 жылды кейін ысырып, кейін қадам басып, алдымнан кімдер шықты, кімді тәрбиеледім, кімді оқыттым деп отыратын болсам, өкінгеннен гөрі қуанатыным, шүкірлік ететін тұсым көп екен. Ендеше осы тұста мен осы бір кәсіби маман иесі болуыма бір адамдай атсалысып келе жатырмын деп есептеймін. Әрине, ол тек менің ғана еңбегім емес. Ол мен жүрген ортаның барлығы дерлік мені түсінуге, мені қолдауға көмек берді деп есептеймін. Ол бір адам ешқашан еш нәрсеге жетпейді. Керек болатын болса, айналаңда, қоршаған ортада кемшілік жасаған адамдардың өзінен де үйренуге тура келеді. Әдепсіздің өзінен де, әдептілік деген нәрсені үйренуге тура келеді. Әдепсізді көре отырып, өзің қайта жауапкершілік өзіңе жүктейсің. Мінекей осы тұста өмірде кездескен барлық адамдарға мен ерекше рахмет айтқым келеді. Кешегі ұрпақ пен бүгінгі оқушылардың арасында қандай айырмашылық бар? Бүгінгі енді альфа ұрпақ деп отырмыз. Альфа ұрпақ не нәрсені де жедел шұғыл игеруге құштар ұрпақ. Мына ақпараттық құзыреттілікке әбден маманданған ұрпақ. Сондықтан кеңестік дәуірдегі алғашқы сабақ берген кездердегі оқушыларыма салған әдісті мен бұл ұрпаққа сала алмаймын. Себебі олардың ол қажеттілігін өтей алмайды. Қазіргі бала тез ойланады, тез шешім қабылдауға өте құштар. Бір ғажабы, және бір ғажабы, не нәрсені де тез шешуге, шешімін тез табуға ұмтылып тұрады. Енді не нәрсенің де екі жағы бар дейміз ғой. Сәл әттеген айы әдеби кітап оқуға кішкене жалқаулық танытады. Десек те бұл тұстанда біздер оқушы болып, ата-ана болып, бала болып, мектеп болып бірігіп жөн дұрыс жол тауып шығып жатырмыз деп есептеймін. Сондықтан әр заманның ұрпағына сын айтып, мін айтқаннан гөрі сол сынның, міннің түзелуіне қаншалықты үлес қосасың деген сұрақты өзіме қойғанды жақсы көрем. Сол бағытта жұмыстанғанды және дұрыс деп есептеймін. Өзіңіздің бір қолданатын әдіс тәсілдеріңізді айта өтсеңіз, яғни жаңа ұстаз әрбір жыл сайын, әр күн сайын тіпті жаңарып отыру керек, оның әдіс тәсілдері де, осы тұста айта өтсеңіз. Мендегі ең басты әдіс тәсіл баламен дұрыс диалог құра алу. Диалогты қандай бағытта болмасын, қандай тақырыпта болмасын, алдыңа келіп отырған бала саған қымсынбай, ашық, ашыла алатындай деңгейде диалог құру. Уақытым қандай тығыз болса да, мен соны басты назарға аламын. Себебі қазіргі бала
шындығында ата-ана да жұмыста, дос жаран да телефонда деген сияқты да. Сондықтан оларға диалог жетісіңкіремейді. Ал шын мәнісінде балаға уақыт бөліп дұрыс диалог құратын болсақ, ашылмайтын бала жоқ, танылмайтын бала жоқ. Және бір ғажабы, бірдей тақырыпта әр баламен сөйлесіп қарағанда, әр баланың ойының ұшқырлығы, әр баланың қайталанбайтын тұлға екендігі қуантады. Қазақтың баласы жалпы әсіресе құймағұлақ, естігені көп, көргені көп ұрпақ қой. Сондықтан біз осы тұста ата-ана болайық, мұғалім болайық, кім болсақ та баладан үлкен бізбе, ендеше біз о баланың әлемінің дұрыс болуына барымыз салуымыз керек деп ойлаймын. Оған бірден бір көмек, жаңағы айтқан диалог. Дегенмен де ұстаз бен ата-ананың арасында бір қандай да бір кикілжің туып қалуы мүмкін. Осы ұстаз қалай әрекет ету керек? Әрине, ата-ана болғасын жерде, бала болғасын жерде ол кикілжің болады. Болмайды. Менің еңбек өтілімде ондай дүние кездеспеді деп айтсам, ол бекершілік болады. Ата-ана да, бала да әртүрлі. Десек те, алқынып келген, саған сын айтып келген ата-ананы әбден тыңдап, әбден сөзін бөлмей тыңдап болып, ашуланып, олығып келіп тұр ғой, ол жөнді жөнсіз. Соның барлығында дерлік сабыр сақтап, түсінісуге тырыссаң, шешілмейтін мәселе жоқ. Ең бастысы сабырмен тыңдай алуы, тыңдат алу. Мінекей осы мәселеде көп нәрседен ұтамыз деп есептеймін. Ал енді алқынып, шаршап, шалдығып келген, әртүрлі әлеуметтік жағдайда жүрген ата-ананы тыңдамай, өзін білемге салып кетсең, одан ұстаз, мұғалім тек қана ұтылады. Тек қана ұтылады. Біз қанша дегенмен баланың тағдыры үшін басымызды бәйгеге салып, барымызды, нарымызды береміз, көреміз бірге деп келген адам біз ғой. Ендеше осы жолда шыдамда керек енді. Бір адамдай шыдамды болу керек деп ойлаймын. Ұстазы жақсының ұстаныма жақсы дейміз. Осы бір өзіңіздің еңбек жолыңызда осы күнге дейін қалыптасқан педагогикалық ұстанымыңыз қандай? Енді әрбір ұстаздың уақыт өте келе ұстанымы қалыптасады ғой. Үнемі оқу, үнемі іздену. Жаңа айтып отырмын ғой. Жалпы педагогтардың бұрынғы айтып кеткен оламалардың сөздері бар. Оқудан тоқтаған педагог, ізденуден тоқтаған педагог ол ұзаққа бармайды. Яғни үнемі іздену, оқу, саралау, сұрыптау, салыстыру, керегіңді алалу, және оны алып қана қоймай, баламен бөлісе алу деп есептеймін. Әдебиет пен өнер ұлы болмаған жерде ұлтта ұлы болмайды дейміз. Осы бір тұста өзіңіз жаңа әттеген-ай деп айтып кеттіңіз. Дегенмен де қазақ тілі мен әдебиетіне қызығатын оқушылар бар ма? Жалпы төл әдебиетімізге? Әрине. Себебі біздің қазақтың баласы шешендік өнерді, ораторлықты қаны мен бойына сіңірген бала. Сондықтан да заман қаншалықты өзгерді, қоғам қаншалықты өзгерді десек те, бұл пәнді жеке таңдап жүрген балалар әлі бар. Ойлап қарап отырсам, менің еңбек жолымда өзімнің жолымды қуған төл шәкірттерім көп екен. Филологтар көп. Ендеше ол қай заманда да, қашанда да тіл керек, тіл жойылмайды, оны оқытатын мұғалімде қажет, қажеттілік бар, сұраныс бар. Сондықтан бұл мамандыққа ұмтылушылар көп деп есептеймін. Тіл ұлттың болмысы дейміз. Енді осы бір тұста білім саласында қазақ тілінің қазіргі күйі қандай? Қазақ тілінің қазіргі күйі білім саласындағы жаман емес деп есептеймін. Себебі не нәрсенің де екі жағы болады әрине. Десек те, жылдар бойы еңбек етіп келе жатып, артқа көз тастап, ойланып, саралап қарасам, қазіргі таңда тіл үйренуге деген, тілді түсінуге деген ұмтылу өзге ұлт өкілдерінің арасында да көп. Ал қазақ баласы үшін тіпті ол қажет дүние. Десек те, әттеген-ай дейтін тұстар бар. Әсіресе мына нәрсеге ата-аналардың назарын аудартқым келеді. Мемлекеттік дәрежеде тіл саясаты әлі өз орнына жеткен жоқ деп жатамыз.
сыңар жақты ойлап жатамыз. Оны ешкім мемлекет әкеліп, ол тоғыр емес, мына жерге орнатып, орналастырып қояды. Әрбір ата-ана өзінен бастау керек. Үйдегі ананың тілі қай тілде, баланың тілі де дәл сол тілде шығады ғой. Оны мен кейін 32 жылдық еңбек тәжірибемде мен өзім аралас мектепте оқыдым. Білім бөлімінде, қосымша білім беру орталығында әдіскер болып жасап көрдім. Аралас мектебі бар, орыс мектебі бар, қазақ мектебі бар, қазақ тілі мен әдебиеттің берілуі жөнінде әдіскер болдым. Одан кейін мектеп басшысы болдым. Қай салада, қай жерде жүрсем де менің көзім жеткен дүниесі, үйдегі ананың тілі қазақша болмай, қоғамда еш нәрсе өзгермейді. Сондықтан қазақпен қазақша сөйлесу керек қой. Қарапайым теория, ол жаңалық ашудың түкке қажеті жоқ. Сондықтан әрқайсымыз өзіміздің ынтамызды, өзіміздің пейілімізді солай қарай бұрсақ, бір-бірімізге өкпелеп, қазақ тілі әлі есіктің табалдырықта жатыр деген нәрсе болмас еді деп ойлаймын. Сондықтан ренжуден гөрі іске көшу керек. Әлі де болса кеш емес, жаста, әсіресе жас ата-аналар баланың болашағын ойлайтын болса, өзінің туған баласымен қазақша сөйлеуді бастау керек, жалғастыру керек. Бала тәрбиесінде кейбір ата-аналар орысша, мысалға үйде орыс тілінде сөйлеседі, сол арқылы қарым-қатынас арқылы оның жаңағы қазақ тілінен қарағанда орыс тілге бейім болып келеді. Жалпы оқушылардың бүгінгі күні қазақ тілге деген құрметі қандай? Енді қазіргі таңда 21 ғасыр әлеуметтік желінің дамыған заманы дейміз. Тіпті осындай бір әлеуметтік желілерде түрлі заманауи шет тілден енген сөздерді күнделікті лексикасында қолданып жатады оқушылар. Әрине, тілдің шұбарлануы, лексиконында әртүрлі термин сөздердің, жаргон сөздердің көптеп кездесуі, шындығында ол баланың қателігі емес деп есептеймін. Шын мәнісінде оған сабақ берген ұстаздың, өскен ортасының, ең бірінші ата-анасының үлесі о. Ата-ана үйде жауапкершілікпен талап ететін болса, бізде мынандай бір сыңар жақты пікір бар да, біз өзіміз орыс мектепте оқыдық, аралас мектепте оқыдық, бізге орыс тілінде сөйлеу оңай, сондықтан біз баламызды орыс мектебіне, орыс балабақшасына бергенді тәуір көреміз дейді. Ал бала, жақсы, өзің осы уақытқа дейін ана тіліңді үйренбедің, енді бүкіл үрім бұтағың солай кете бере ме? Ата-ана өзіне сұрақ қою керек қой. Мысалы, қазір бір Димаштың арқасында өзге ұлттардың өзі қазақ тілін үйреніп, ұмтылып жатыр. Өзге ұлт өкілі. А сен қазақтың баласы бола тұра, қаның қазақ бола тұра, намысың өзің қайыра алмай ма деген сұрақ болады да. Жеп-жеңіл айта салады кейде ата-аналар, жас ата-аналар. Маған қазақша түсінгеннен гөрі, айтып жатқаннан гөрі орысша ыңғайлы. Ал ыңғайлы, ол сізге ыңғайлы мүмкін. Ал баланың неше жылдан кейінгі тағдырында ол тіл ыңғайлы болмай қалуы мүмкін. Сонда оған кім кінәлі? Тағы да бала зардап шегеді. Сондықтан оп-оңай қазір өзімізге ыңғайлы нәрсені есептеп жүргенде негізгі құндылықтан айырылып қалмауымыз керек қой. Себебі сөз жоғалған ұлттың өзі жоғалады. Жер бетінде мысалы 6500-дей тіл бар екен дейді статистика бойынша. 110 миллиондай дейма халық пайдаланатын. Соның ішінде 40 тілді ғана еркін ортақ тіл етіп қолданады екен. Сол 40 тілдің ішінде біздің қазақ тілінің болуы зор мәртебе емес пе? Сондықтан біз тіліміздің, шұрайлы тіліміздің, құндылығымыздың қаншалықты қажет екендігін бесіктегі баладан бастап бойына сіңіруіміз керек қой. Жер бетінде ел болудан, жойылып кетуден егер хабарымыз болатын болса. Жойылып кету, сөз жоғалды ма, тіл жоғалды ма, ұлт жоғалды. Соны ескеруіміз керек та. Уақытша бір жеңілдікті іздеп, мысалы, орыс мектебіне бере салып атады. Одан ұтарымыз қанша. Мен мысалы аралас мектепте оқыдым. Ата-әженің тәрбиесін көре алмадым, өкінішке орай. Мінекей сол олқылықтың орнын мен әлі толтырып келе жатырмын. Ойлап қараңыз. Ол олқылықтың орны өмір тола қоймайтын дүние ғой. Үнемі сен аттың үстінде жүруің керек, ізденуің керек, қарауың керек. Әттеген-ай дегізбеуің керек қой. Себебі сен қазақтың баласы. Қазақтың тәрбиесінің өзі, өнегелі сөзінің өзі неге тұрады?
үш ауыз сөзбен баланы тәрбиелеп отыр. Ұят, обал, сауап дейді, борыш дейді мысалы. Ненің обал екенін, ненің сауап екенін, ненің ұят екенін, ненің борыш екенін бойына сіңірген бала ол осал болмайды. Келешекте біздің еліміздің тізгінін ұстайтын, сол толық қанды, өзінің тілін меңгерген, тарихын, әдебиетін сүйетін ұрпақ деп есептеймін. Енді өзіңіз осы бір қазақ тілі мен әдебиетінің пән мұғалімі болғаннан кейін осы бір тіл мәселесіне кеңірек тоқталып жатырмыз ғой. Енді қазіргі таңда осы бір тілдің тазалығын, оның өміршеңдігін қалай сақтап қаламыз? Қазіргі таңда енді мектеп қабырғасында кейбір оқушылардың қазақ тілінде жаңағы таза сөйлей алмайтын көреміз, белгілі бір акцент пайда болады. Мұнымен қалай күресеміз? Қазір енді бізде лицей-интернатта бұл бағытта жұмыс дұрыс жолға қойылған. Шындығында бізге аудандардан келетін балалар, ауылдық жердің балалары, сондықтан енді тіл шұбарланып жатыр деп айта алмаймын, оның артықтау болар. Десек те жалпы түрде айтып сөйлейтін болсақ, баланың тілі таза болу үшін, жаңа айтып отырмын ғой, ананың тілі таза болу керек. Үйде әкенің мысы басу керек. Талап ете алу керек, сосын оқытқан ұстазы шын мәнісінде балаға жеткізе алу керек. Сол тілдің қажеттілігін сезіндіру керек. Мәселен, мына Балтық жағалауы бойындағы елдер, Литва, Латвия дейміз ғой, соларда мысалы тіл полициясы деген бар екен. Қоғамда егер ана тілінде сөйлемейтін болса, екі адам өзінің ана тілінде, мемлекеттік тілде бір-бірімен сөйлеспейтін болса, оларға айыппұл салады екен. Мүмкін бізге де сондай бір нәрсе қажет пе екен деп кейде ойлап қалам. Шындығында. Енді қазіргі таңда білім сапасын айқындайтын негізгі факторлардың бірі оқулық дейміз ғой. Сапалы оқулық мұғалім мен оқушының һәм білімнің қайнар көзі. Осы бір тұста қазіргі оқулықтың күйі қандай, оқулық сапасына көңіліңіз тола ма? Осы бір мәселеге тоқталсақ. Алғашқы кездерде мына жаңартылған мазмұнға ауысқан уақыттағы оқулықтарда олқылықтар болды, жоқ емес. Әрине, не нәрседе алғашқы кезде қадамын тәй-тәй басқан тұста кішкене кемшін тұстар болады. Кемшілік болады. Оқулықтан қате кетпеу керек, оқулық керім болу керек деп айта салған мен, бәрібір алғашқы қадамда қалай болғанда да бір әттеген ай тұстар болып тұр. Енді жүре келе, мінекей соңғы кездерде оқулықтар қайта-қайта сұрыпталып, қайта-қайта сын көтермей, дабыл қағылып, белгілі бір жүйеде реттеліп келе жатқан сияқты. Ең бір өкінішті нәрсе, әсіресе мынау жаратылыстану математика бағытындағы оқулықтар орыс тілінен аударыла салған ғой. Сөйлемнің құрылымы, ана тақырыпты түсінуге деген берілген мәтіннің көлемі балаға кішкене жаңылтпаш сияқтылау болған тұстар болды. Сосын біздің қазақ тілде де мысалы жаңартылған оқу бағыты болғасын әрине оқу мақсаттарына сай танымдық жағынан материалдар көптеп жақсы беріледі, лексикалық тақырыптар, ал енді сол грамматикалық тақырыппен, грамматикалық тапсырмамен кейде қабыспай жатқан тұстар да бар. Мінекей бұл әттеген ай. Мәселе мен сан есімді өтіп атырып, ал менің оқытып тұрған лексикалық тақырыбымда сан есім жоқтың қасы. Сонда грамматикалық тақырып пен лексикалық тақырыпты бірмен-бірін байланыстырып балаға бере алуым керек қой. Мінекей осы тұста кішкене әттеген айлар болды. Енді жайлап бірте-бірте бұл қателікте, бұл кемшілікте көп сын айтылғаннан кейін, қайта-қайта әртүрлі ұжымдар қайта-қайта жұмыс жасап жатқаннан кейін бір ізгілікке түсіп келе жатыр деп есептеймін. Әрине, бірақ ол әлі жұмыс бітті деген сөз емес. Үнемі іздену керек, қаралу керек, сұрыпталу керек. Біздер кеңестік дәуірде мәселен оқулықтан қателік көрмейтінбіз. Оқулықтан қателік көрсек, ол бала үшін де, ата-ана үшін де, мұғалім үшін де үлкен бір қате болып есептелетін. Ал енді қазір оқулықты тек ресурс ретінде қолданасыз дейді. Десек те ресурс ретінде қолдансақ та, ол баланың қажеттілігін өтей алу керек.
баланың басын қатырмауымыз керек қой. Бірізділік қажет, жүйелілік қажет. Сондықтан бұл бағытта әрине оң қадамдар бар, әлі де реттеледі деген үміттеміз. Мұғалімнің қағазбастылық мәселесіне тоқталсақ. Қағазбастылық деген мәселе әр жерде жүрген әріптестерімнің тарапынан естіп қалып жатамын, қағазбастылықтан бас көтермедік деп. Толық қағазбастылықтан біз құтылдық деп айта алмаймын. Ізденіс үстінде жүргесін жерде әсіресе өзгені қайдам, мен мысалы компьютерге сақтағаннан көрі оны қағаздай жинап алғанып жақсы көрем. Шындығында көңілім көншімейді. Телефоннан, Google-ден бетіп ала салып, оны сақтай салуды да. Оны да сақтайсың, дегенмен менің екінші бір дүнием менде қағаздай да тұру керек та. Кейде осындайда қағазбастылық болып кететін шығар, мүмкін. Ал енді жалпы салыстырмалы түрде қараған уақытта бұрынғы керексіз есеп беру деген мәселе кішкене азайды ғой. Педагог мәртебесі берілгелі, педагог мәртебесі туралы заң қабылданғалы 2019-дан бері қарай ма, 27 желтоқсан деймін, шатаспасам, қол қойылып осы заң күшіне енгені. Мінекей осы заң басталғалы шамалы бір қағазбастылықтан бас көтеруге болады. Ал білім беру саласының болашағы туралы не дейсіз? Білім беру саласының болашағы, мен жалпы негативтен көрі позитивті қараймын әр нәрсеге. Әр нәрсеге бір үмітпен, әр күніме, әр сәтіме шүкіршілік ете отырып, үмітпен қараймын. Сондықтан мен білім саласында қазір енді тәуелсіздік кезінде білім алған, тәрбие алған жас толқын келіп жатыр ғой, қай істің де басына. Ендеше білім саласында да зор жаңалықтар күтемін, болатындығына және сенем. Жаңалық болатындығы. Өзіңіздің енді 32 жылдық тәжірибеңізде оқушыларыңызбен болған бір қызықты оқиғалар бар ма? Осы бір ұстаздық жолыңызда есіңізде қалған, бөлсе отырсаңыз. Бірақ оның барлығын дерлік қазір айтып отырсам, мен эмоцияға көбірек беріліп кетемін. Менің бір көңілім көншейтін нәрсе, оқушым алдымдағы көп жағдайда, қай жылғы балаларды оқытсам да, саралап бетіп, өзім есеп беріп отырам ғой. Мені неге екенін білмеймін, ұстазым деп әрине сыйлайды ғой, десек те анасы сияқты қарайтын көп. Көбірек анасы сияқты қарайды. Әсіресе класс жетекші болатын болсам, және бір ғажабы қыз балалардан көрі ер балаларға көбірек ықпалым бар сияқты. Себебі менімен көбінде ер балалар сырласуға ұмтылып тұрады. Өз бастарынан өткен, кез келген отбасылық жағдай болсын, өзінің көңіл күйіндегі тірлік болсын, соны бөлісуге дайын тұрады. Осындай тұстарда көп жағдай, көп қызықты мәселелер көбірек кездеседі. Және бір осы оқу жыл, осы жазда өткенде 20 жылдыққа барып Маңғыстауда алғашқы еңбек еткен жолым ғой. Сол уақытта оқушыларым өзі ұшаққа билет алып, мені қоймай шақырып, соған барып келдім. Сонда бір қызық жағдай, балаларым әрқайсысы айтып отыр ғой. Жігіттер қазір бір үйдің азаматы, азаматша, қыздарым да, ұлдарым да айтып отырған. Ең алғаш сабақ берген кабинетімде көк-өсік болды сырланған. Енді әртүрлі жағдай болады ғой класста, әртүрлі жағдай болады. Мендегі бір әдіс салған жерден тәрбие жөніндегі орынбасарға баланы жетектеп, дедектетіп апармаймын. Әуелі класста шешуге тырысып бағамда. Сонда бір айтатын сөзім болған ғой. Осында болған мәселе көк-өсіктен шықпасын дегенде. Сол нәрсені өткенде тілек айтып атқанда әрбір оқушым, балалар, әрбір оқиғаның кезіндегі мәселе керек болатын болса, бір оқушының мысалы сөмкесінен тиыны жоғалған екен. Тиыны жоғалған. Соны класс бойынша өзім әрқайсымен сөйлесіп отырып, тауып алдым да кім бала екендігін. Ана бала егіліп өзім мойындады. Соны класстың ішінде жұмбақ қылып қалдырдым. Оны ол бала білет, мен білем. Мысалы 20 жылдан кейін өткенде барып тұрмын ғой. Соны пысық қыздарым айтып жатыр. Апай, сол бір оқиға біз үшін жұмбақ болып қалды. Сол кім еді депті. Ал мен көріп отырмын, ол баланы сезініп отыр, ол бала ыңғайсызданып отыр. Апай айтып қоймас па екен деген дейді. Мен сол жерде жұмбақ күйінде қалдырып.
әңгіменің арнасын басқа жаққа бұрып жайлап сытылып шығып кеттім. Сондай жағдайлар көп болады енді бала болғасын жерде. Яғни ұстаз осындай бір сәттерде өзінің ұстаз екенін көрсете білу керек, иә? Жалпы кез келген адам ұстаз бола ала ма? Кез келген адам ұстаз бола алады деп айта алмаймын. Себебі ұстаз болу үшін қабілетің болу керек соған сай. Ең басты сен баланы жақсы көруің керек. Ол қандай бала, қандай тағдырлы бала, қандай отбасынан шықты. Мейлі, алдыңа келді ме бала, сен оны жақсы көруің керек. Әйтеуір сол баланың бойынан өзіңе үйлесетін бір плюсті тауып алуың керек те, барын соған салуың керек қой. Кемсітпеу керек баланы, алаламау керек. Мен соны қатты қағида қылып ұстанам. Себеп әртүрлі отбасынан шығады бала. Әртүрлі жағдайда алдыңа келеді. Мінекей сондықтан баланы алаламасаң, ол бала саған ашылады. Бірден ашылмауы мүмкін. Тұйық балалар болады, мінезі өте ауыр балалар болады, кінәмшіл бала болады, неше түрлі бала болады алдыңда. Бірақ сен соның барлығына дерлік өзіне тән тілін тауып, өзіне тән бір қадам жасап, тырысып бағасың. Ол енді бір күндік жұмыс емес. Кейбір баланың тағдыры үшін ұйқыңнан айырылатын күндер болады. Егер шын мәнісінде ұстаз болсаң, шын мәнісінде сен жауапкершілік сезінсең, ажырасып кеткелі тұрған отбасылар болады. Керек болатын болса, сондай тұста да сен белсене ана баланың тағдырына алаңдап кірісуге тура келеді. Шын мәнісінде екі адам шешу керек қой мәселені отбасында. Бірақ сен үшінші адам болып неге қыстырыласың? Баланың тағдыры үшін қыстырыласың. Көріп тұрсың бала қалай қиналып тұр, қалай болып тұр. Бала әкесі мен шешесі үшін қалай алаңдап тұр. Кейде бір жағымсыз тірлік болады, баланы көкпар қылып қолданады да, әре теріп бер шығып. Анасы былай тартады, әкесі былай тартады, әжесі былай тартады, атасы былай тартады. Сонда қамқорсыз бала жалғыз қалады. Егер сен шын мәнінде ұстаз болсаң, ол сенің алдыңа келіп, жайып салып айтады. Сол уақытта барынша көмектесесің, барынша. Сондай кезде көмегің тиіп қалып жатса, сенен бақытты адам жоқ. Шын мәнісінде. Иә, ұлылықтың басында ұстаз тұрады демекші, сізде ұстаздарымыз көп болсын дейім келеді. Алтын уақытыңызды бөліп арнайлап сұхбат бергеніңізге алғыс білдірем. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман, саулықта болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.